Баянауыл ауданы Жаяумыса ауылы абыздар мен ишандардың, сал серлердің мекені. Небір ғұлама ғалымдар мен ақын жазушылар, қасиетті жандар мекен еткен өлке. Дүние қалай құбылса да, ауылдың әл-ауқатының жақсы болуы да содан болар. Осындай қасиет дарыған келі жандардың бірегейі Шәмен ата. Шын есімі Қабдулжәлел Қасым Ишанұлы. Ол бұған дейінгі бағдарламамызда баяндалған Қарасуды қақ айырған келі Құрманбай абыздың немересі. Әкесі Қасым Ишанда қасиетті діндар адам болған. 1856 жылы туып, 1934 жылы дүние салған. Қасиетті жанның асыл сүйегі Омбы облысы Шақат ауылында жерленіпті. Қабдулжәлел атамызға әулиелік 49 жасында қонған екен. Бұл кісі де сол елірме аурулармен ауыратын адамдарды емдеген, басқадай да көптеген ауруларды емдеп жасады екен. Ол кісінің оқыған ештемесі де болмаған екен. Жаңағы айтып отырған абыздар сияқты. Бұл кісі араб әріптермен де ештемені жаза білмеген. Былай қарағанда. Сол өзінің атадан балаға қонған бір қасиеті көрінеді. Қасиет ата бабасынан дарыған ерекше діндар, әділ, адал, қолы алтын жан Қабдулжәлел Қасымұлы 1889 жылы дүниеге келген. Халық ерекше құрметтеген соң әулиенің атын атамай Шәмекең деп кеткен. Ел аузындағы естелікке сүйенсек, ол орта бойлы, делбеңше келген сары кісі болса керек. Психикалық ауруларда, түрлі дертке шалдыққан жандарды құлан таза сауықтыратын болған. Әулиенің асыл сүйегі ауыл шетіндегі қорымға жерленген. Өкініштісі, 14 перзент көрсе де бәрі сәби шағында шетінеп кете берген. Осылайша қасиетті жаннан тікелей ұрпақ қалмаған. Алайда Шәмен атаның шапағатын көріп, қасиетін сезінген адамдар оны ешқашан ұмытпақ емес. Сондай жандардың бірі ауыл ақсақалы Шаттық Көкенұлы. Шәмен әулиенің зиратына бізге ат басын арнайы бұрылтып, дұға оқып, ата жайлы естеліктерімен бөлісті. Міне қасында тұрған міне Қасым Ишанұлы Шәмен атам менің міне осылай қалқақтап 75-ке келген осы кісінің арқасы. Мен өзім сол туа сала ауырып, осы кісі міне 4-ші күн өзі іздеп келген. Бертін керек кішкене сырқаттарып нетіп қалсам, 52-53 жылдар қатар тұрдық мына жерде. Кішкене ауырып сырқаттарып қалсам, әлгісіне келемді, тізесіне басымды қойып жатамын, сол тәуір боламын. Ал енді бертін келе көзіміз көрдік. Мынау әлгі лестница дейді ғой, дровиняға байлап әкелген неше түрлі әлгі елірме аурулар, әлгісіне көргенде мына бейшара босат дейді. Әлгі 4-5 кісі әзер ұстап әкелген кісі әлгісіне көргенде жұп-жуас болып, қасына келіп отырып, сосын әлгі қолында бейшігі де болады, ұрмайды бірақ. Бейшігімен былай ұстап жүреді, қамшысын ұрмайды, кейбіреулері сияқты. Сол қандай адамды тәуір қылып жібереді. Елге, халыққа, ол кезде мына қазіргідей медицинаның дамымаған кезі ештеңе білмейді. Осы кісінің бір жазып берген шерткісін жаңа шайыңа батырып шесің, любой аурудан, қандай аурудан болсын тәуір боласың. Медицинаның қазіргідей дамымаған, тұрмыстың қиын шағында қасиетті Шәмен атаның ажалдан алып қалған жандардың қатарында Мұхаммед Қайыр ағада бар. Мен бала кезімде қатты ауыратын көрінем, аурушаң болыппын. Бұрынғы адамда әке шешеміздің айтуы бойынша қызылша деген аурумен ауырады екен. Ана денем 40 градусқа дейін температурам көтеріліп, өлім халінде жатқанымда сол Шәмен атамыз келетті, кесеге сия қарындашпенен бірдеме жазып береді екен, әріптер сияқты, ештеме болмаса да. Соған жылы су құйғызып ішкізіп бергенде құлан таза жазып шығады екен. Мінекей әуелі Құдай, сосын сол кісінің арқасында ғой деп отырмын міне. Қазір 70-тен астым жасым. Әлі де жүгіріп жүрмін, Құдайға шүкір. Ел арасында Шәмен әулиенің ұлы қасиеті жайлы түрлі аңыз әңгімелер де бар. Солардың бірі мынау. Намазды қарсы, бір дінге қарсы болған уақыттарда үйде өзі бетімен сабырлықпен намаз оқи беретін ол кісі. Сол бірде колхоздың председателі орыс болу керек. Сол кісі тисе береді екен. Әй, сен қазақ шал намаз оқисың. Сені мен әкетем, көзіңді құртам дей береді екен. Содан бірде шөп әкеле жатса, шөбін аударып тастай береді екен. Шәмен атамыздың. Сол бірде үйінде отырса кешке жақын жаңағы председатель колхоз жыларман болып жүгіріп көпті дейді. Ата колхоздың егініне өрт келе жатыр. Қандай көмегіңіз болады? Сіздің бір оқитыныңыз бар еді ғой деп.
Содан асықпай ата далаға шығып, дәретін алып, жай намазын алып, анау орыс күйініп барады дейді председатель, болыңыз, болыңыз деп. Содан шығып, ана өрттің алдына шығып, қорық жаққа қырға шығып, дұға оқыған екен. Дұға оқығанда жаңағы бір қара бұлт келіп, күрсете түсіп жауып, бүкіл өрт өшіп, жаңағы орыстың председателі қатты риза болып, колхоздың риза болғаны сондай, осы ауылдан көшіп кеткенше дейін атама үлкен қызмет жасап, ептеп көмірін төккізіп, шөбін әкеп беріп, осы тура несінің ризашылығын білдіріп, атама сондай бір не кереметтілігін сонда көріпті. Орыс болса да мойындап, сондай қасиетін көрген Шәмен атамыздың. Шәмекең әулиеден қалған киім-кешек заттары ел арасында әлі күнге зор қасиетке, құрметке ие. Ертеректе сүннетке отырғызған баланың басына атадан қалған сөмке жасталынатын болған. Қазірде әулиеден қалған жалғыз мүккамал, өзі киген күпәйке. Ол ата қайтыс болғанда Торғай атты ақсақалға берілген көрінеді. Бүгінде ол сол кісінің ұрпақтарының үйінде сақтаулы. 1999 жылы ашылған Жаяумса ауылының мешітіне елдің шешімімен бір ауыздан Шәмен әулиенің есімі берілді. 20 ғасырдағы қазақтың басына түскен қиын қыстау заманның ашаршылық пен соғыстың салдарынан жүдеген, ауырған, қажған халыққа демеу, жаратқанның берген қасиетімен еліне тіреу болған ұлы тұлғаның аяулы есімі алаш аспанында мәңгілік қалары хақ.